Күн шерфiniz хайырлы olsun. Қырым ижғалын 768 күні сонки Одессе вақиғаларының заман тақымы таныш еті. Қырым татар құрылтай делегатының Бабаевіне белгісіз шақыслар кірмеге тырыштылар. Бұақта Али Озенбашының озы білдіре. Евде олған видеокамералар бұны таздықлайлар. Декабрь айында Русия силалы құветлері Али Озенбашының евінде тінтуф кечірмеге вады еткен еділер. Ама ФСБ хадимлері келгенде о евде йоқ еді. Меджлісте білдіргенне көре егерді Али Озенбаш ФСБге керек олса, она желпнаменні йоласынлар, о ичкімседен сақланылмай. Ахмезжит СИЗОсында болынған сияси мабус Андрей Кольченко аяты үшін қасевет еті. Адвокатының білдіргене көре Евромайдан фаалиетшісі апысты ЛНР ве ДНР тарафдарларының берабер болына. Қырым ұху хорыжы тақымның білдіргене көре Коломейцінен берабер болынған мабуслерінден бірі Ахяр Сакиныдыр. Одан баста Украинаға қаршы күрешті. Коломейцінің адвокаты білдіргене көре онен СИЗОда болынғанлар оны ақаретлі мақсус давалар ача ве сағлағына зарар кетірмеге қорқуталар. Эвел о махкемеде шуны білдіреді ке Русияның мақсус қызметлері оны электрик токынен зорла еділер. Азап излері оның бедінінде көрінеді. Андрей Коломейцінің Киевдеки майданда Беркут хадимлерінің суйқаст япмасында қабатлайлар. Она 20 жылға қадар апыс жазасы беріле біле. Сувсыз Қырымда кой хожалағыны инкишаф етмек имкансыздыр. Бұақында Москва незаретінде олған Қырым парламентінің темсілдісі Владимир Константинов білдірді. Невбеттікі президиум топлашуында сувның қазып чықарылмасы ве сақланылмасы бойынша концепцияны тәшкіл етмек чағырылды. Қырым ешғалжа акиметінің білдіргеніне көре Қырымда 360 бин гектар топрақлар белгіленді. Олардан тек 13 бинні ішленілген. Евелесе Украина қытасында Шимали Қырым каналынан кетірілген сув, қырымлыларының сув ихтияжыларыны 85%-ға темин етеді. Қырым ешғалінден сон каналдан сувның келмесі тоқтатылды. Нужны современные технологии, как сельхозпроизводство, так и технологии по добыче воды, по ее хранению, по ее транспортировке и так далее. Потому что все дружно запели о том, что, так сказать, ой, плохо перестала вода идти по каналу. Но все забыли, что разграбили всю систему мелиорации. Қанунсыз шекелде құрылған объектлеріні құтлеве шекелде сентябрь айында йықмаға башладжақлар. Қатырлатамыз бұна рұқсет Қырым мемориеті тарафындан такечкен сенесінің сонында берілген еді. Сергей Аксенов наразылық мейданчықларында құрылған евлеріні махкемесіз йықмақ авале етті. Октябрь айында Ахмезжитінің Жигулина Роща районында құрыжылық техникасы наразылық мейдан иштиракчилерінің бірқач евлеріні йықты. Бұл топрақны инсанлар дефалар же ресмелештірмеге тырышайды, ләкин ерлі акимиет бұл топрақны иш адамға кираға берді. Шымды евлеріні мұстақыл шекілді йыққан базы инсанларға компенсация төленіле. Ләкин наразылық мейданның бірқач иштиракчилері өз евлеріні йықмаға рет еттілер. Первый реестр показывает, и будет адресная часть в этом реестре этих зданий и сооружений, которые незаконно возведены, и все могут ознакомиться, будут в интернете в том числе. А второй реестр – это то, что официально будет внесено в разрешительную систему. И тогда можно будет сравнить, что где находится, любой гражданин, любой общественник может туда зайти. Қырымда домызларының африкалы таун қасталығындан себебі еле көрсетілген карантин лягу етілді. Ишғал етілген ярымадада февкуляды вазиет февралінің 8-ден илян етілді. Таун қасталығы январінің сонында Ақшейх районында Мартинс қожалығында иліксе ферқайт етілді. Сонра есе Қарасуф районында белгіленді. Бұтын Қырымда карантин илян етілді. Ерлі сакинлерінің білдіргеніне көре карантинның илян етілмесі вертуварларының өлдірілмесі Русия эт мақсулатларының истисалжыларына файда кетірді.
Қырымда құтлеви шекелде жен койыны кечежек. Ғалибенің 71 елығына бағышланған тәдбірлер черчевесінде Ярымадада на Берлин, Бутын Русия, квесті кечежек. Тәдбірде бинден зияде студент ве мектеп талибелері иштирак етежек. Крым информ білдіргенне көре акция апрель 16-сында Бутын мескен ерлерде кечірілежек. Қатырлатамыз, Крым ишғалинден сонра Ярымадада Совет бірлігінің принциплері эптешвихат етіле. Ахмезжетте Иосиф Сталин мемориал тақтасыны ерлештірділер. Илеріде Қырымда 2-ші Екатеринаға бағышланылған абиде тіклемеге планлаштыралар. Яш шайри Урия Кадированың шиыры белли фотографи языджи Грег Константинны «Люди из ниоткуда» серлевалы жиынтығына кірді. Мүелев гражданлығы олмаған шақыслар аққында язған альбомны бұтын дүнияға тақдым етті. Альбомның бір қысымында айры халық ве мемлекетіне бағышланылған шиыр тақдым етіле. Грег бір айды вамында Қырымда яшап, Қырым татарлар аққында малюмат топлады. Тамыр халқына бағышланған фото ресімлеріні Урияның шиыры тасвир етіп яраштыра. Мүелев китапны ишғал етілген Қырымға чоқ керелер yoламаға тырышты. Ниайет китабының нұсқасы Қырым шайресінің коллекциясына толдырды. Elbette bu kitapқа мен шиырымның көрсетілгені менің үшін бұйық бір қуанчлы ve mesuliyetli bir одиссеядыр. Мана bu фотограф мен Грег Константинин мені Крым Сонс агентствосынан Евгений Андреюк таныш etті. Bu kitap bütün dünya boyunca гражданлығы olmagan şahıslarga bağışlanған, оларның nasıl şaraitlerde yaşaganlarının fotoresimleri çekilген ve bir devletinin kitap bölüklerge bölünü, bir devletinin devlette çekilgen resimler böyle resimlerinin başında şiir verilir ve buna Ukrayna'da Kırım Tatarlarının yaşaganlarına bağışlanған resimlerge buna benim şiirim, Kırım şiiri verildi. Kırım benim yarım adam, Kırım benim anam babam, Kırım benim doğan evim, munda yaşar ana tilim. Киевдеки алемлер евінде Киев ресамы Сергей Вутяновның сергісі açıldı. Мұнда келіп, Киев сакинлері зев ала білелер. Ресімлер Мүелевнің фікірінже Қырым бұта антик заманларından evvel Авропалы медениетінің бешігі олған. Бұндан да ғайры бұл фельсифи шиири образы ве о бір чоқ ресам ве шайырлерінің ижадына тесір етті. Сергей Беткеннің бір істеген инсан ресімні сатын ала біле. Қазанылған паралар мемлекетінің шарқында Украина халқыны қорчалаған Қырым арбелеріне yollanılacak. Бұдан да ғайры паралар қытаға көчкен Қырым татар қоранталарына да yollanılacak. Це не просто картиночка або якийсь ландшафт, а це відображення внутрішнього простору людини. Це внутрішній ландшафт. І я от себе питав, чого мене особисто ці місця так притягують. І збагнув, що коли їдеш туди, минулі роки, коли працюєш, то, власне, ти їдеш, це мандрівка до самого себе. Тобто ми сприймаємо Крим як як невіддільна частина України, захоплюємося мужністю кримських татар, які там в тих неймовірних умовах, як тільки можуть, намагаються висловити свій протест проти окупації. І ми просто захоплюємося цим мужнім народом. Тому виникла така думка, хоч таким чином висловити свою підтримку. Бұл ноқтада программаны екінлейміз, сізге қайырлы күнлер тілейміз, келіңіз дайыма бірлікте олайық. Көрішмек үзре.